Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді, керемет болып шығатын, арасы толығымен үлпілдек болып пісіп шығатын булочканың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқаға сгущенка, сүт, дәміне қарай тұз және ашытқыны қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Осындай жұмсақ қалыпқа келгенде, комната температурасында еріп тұрған сары майды қосып, толығымен араластырып, ары қарай ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді осыны бетін жауып, жылы жерге қамырымыз ашығанша қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қамырды дастарханға алып, бөліктерге бөліп, зуала жасап қоямыз. Астына ұн себудің қажеті жоқ. Мүлде ұнды қолданбаңыздар, қамыр жабысып қалмайды. Бетін пленкамен жауып қоямыз, сонда беті қаязмай жақсы тұрады. Енді қамырымызды алып, жайып, орап, гүл тәрізді формаға келтіреміз. Енді қамырларды табаға немесе кез келген формаға жайғастырып саламыз. Арасы сәл алшақтау болу керек. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше жарты сағатқа қоямыз. Мінекей осылай көтеріліп шықты. Енді бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Енді бетіне себеміз. Мен жартысына күнжіт, жартысына мак септім. Мұнда себу міндетті емес. Енді осыны қызып тұрған пеште пісіріп аламыз, шамамен 30 минуттай. Міне осылай пісіп шықты. Енді пісіп шыға салымен ыстық күйінше сары маймен сгущенканы араластырып жағамыз. Мінекей дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.